Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өзімнің ең сүйікті бауырсақ пісіру рецептімен бөлісетін боламын. Сондай тәтті, жұмсақ әрі топ-томпақ қып-қызыл болып пісетін бауырсақ. Міне қараңыздар, іші кеуек, әдемі, жұмсақ, дәмді болып піседі. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Менің видеомды соңына дейін қарап менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен жылы суға қант, дрожж салып, жақсылап араластырып, сосын бөлме температурасында бетін жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. Ашытқымыз толық ашу керек. Осы уақытта бөлек ыдысқа жылы сүтімізді, суымызды және қантымызды, ашытқымызды, жаңағы ашыған ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Арасында дәміне қарай тұз саламыз. Сөйтіп жақсылап сүтімізді, суымызды бәрін араластырып шығамыз. Енді 3 ас қасық майонез және сары май күйдірілген, тіпті күйдіріп қоссаңыздар да болады, я болмаса бөлме температурасында еріген сары майымызды араластырып қосса да болады. Осылай жақсы қоспамызға араластырып аламыз және електен өткізілген ұнымызды салып, енді біз бауырсақтың қамырын жасайтын боламыз. Осылай қолымызбен араластай отырып, біз бауырсақтың қамырын жасаймыз, бірақ мен описание бөлімінде ұнның мөлшерін көрсетпедім, өйткені әр ұн әр қалай, бір ұндар су көтерімді, бір ұн су көтерімсіз, сондықтан өздеріңіз орташа қамыр шыққанға дейін жаймендеп ұн қоса отырып, қамыр елейтін боласыздар. Міне мен осындай орташа жұмсақтықта қамыр елеп алдым. Енді жаңағы күйдірілген майымыздан қалған майымызды бетіне сүркеп, бетіне жапқан пленкамыз жабыспайтындай етіп, осылай бетіне жауып қоясыздар және жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз толық ашу керек. Міне бауырсақтың қамыры ашыды, менде ұлғайып әдемі болып, енді осы қамырымызды ұн сеуе отырып зуала жасап аламыз бауырсақтың формасын шығару үшін. Міне дәл осылай менде шамамен 4-5 зуала көлемінде шығайын деп тұр. Осылай кесіп бәрін бірыңғай үлкендікте кесіп алдым. Енді осы зуаламыздың бетін жауып 2-3 минут қоя тұрамыз. Және зуаламызды әрқайсысын жеке-жеке ұн себезілеу арқылы жайып шығамыз. Тым қатты қалың да болмасын, тым қатты жұқа да болмасын, орташа қалыңдықта жайсаңыздар болады. Мен осылай барлық зуаламды жайып алдым. Енді осы дайын болған зуаламызды дөңгелектеп бауырсақтың формасында кесіп шығамыз. Тіпті қырлы стаканмен де осылай формасын шығаруға болады. Мен осындай консервіленген ыдыстың босаған құтысын пайдаланамын. Формасы да орташа әрі қырлы әдемі пышақ сияқты. Міне осылай барлық бауырсағымыздың қамырын осылай кесіп шықтық және астына мата төсеп майлығымызды және үстіне бетін жауып 5-10 минутқа қоямыз. Бауырсағымыз көтерілу керек. Енді осы көтерілген бауырсағымызды қызып тұрған майға салып, қызартып, аунатып пісіріп аламыз. Осылай да видеода көрсетілгендей етіп бауырсағымыз көтеріледі, ісініп әдемі болып, көтерілген бауырсақ міндетті түрде осындай дөп-дөңгелек, топ-томпақ болып көтеріліп шығады. Енді келесі бетіне ауыстырып, осылай кезек-кезек пісіріп алатын боламыз. Міне мен осы бауырсақтың бәрін толықтай осылай пісіріп алдым. Енді піскен бауырсағымызды осындай қағаз сүлгіге қойып, майы сырғу үшін жеке-жеке табаға я болмаса бір ыдысқа тақтап қойып шығамыз. Өйткені бауырсағымыз жабысып, я болмаса басылып қалмас үшін. Бауырсақтар осылай шар тәріздес, топ-томпақ, жұмсақ, қып-қызыл болып пісіріп алдық. Үлпілдек әрі дәмді. Осы рецепт сіздерге ұнаған болса, жасап көруге кеңес беремін. Енді аздап бір бөлігіне кішкене қант ұнтағын ұлпасын сеуіп шығамыз. Бұл менің әсіресе балдарыма қатты ұнайды. Пончик тәріздес. Достар, егер рецепт ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, сіздер де каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын достар.